Қазақстан Республикасы үкіметінің 2022 жылғы 31 наурыздағы нөмір 183 қаулысымен 24 маусым судья және сот қызметкерлері күні кәсіби мереке күні болып бекітілді. Бұл мереке конституциялық негіздерді дамытуға, заңдылықты қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қосқан үлесі үшін судьяларға, сот қызметкерлеріне құрмет ретінде белгіленді. Сот жүйесі бұл мемлекет пен азаматтардың конституциялық құқықтары сақталуының кепілі. Бұл мереке ең алдымен тәуелсіз сот құрылымының қалыптасуына, дамуына өлшеусіз үлес қосқан аға буын ардагерлердің күні. Ардагер судьялар сот саласындағы тәлімгерлік мектебінің негізін қалап, жас судьялардың тәжірибесін шыңдауға, біліктілігін арттыруға септігін тигізді. Жастарды қанатының астына алып, күрмеуі қиын сот жұмысының әліппесін үйретуде ұстаздық еткен, жол көрсеткен ағаларымызға алғысымыз шексіз. Жаңа жағдайда Қазақстан іс-қимыл кезең атты жолдауында президент қоғамның соттарға деген сенімін орнықтыру басымдығы бар мақсатқа айналу керек. Бұған мемлекет пен судьялар корпусының өз күштерін жұмылдыру арқасында ғана қол жеткізуге болады деген болатын. Осы талап үдесінен шығуда судьялармен қатар барлық сот қызметкері жұмыла қызмет атқаруда. Жалпы қай елде, қай қоғамда болмасын заңға арқа сүйеп, тәртіпке бағыну мемлекетті өркендетеді. Ата-бабамыздан бізге мирас болып қалған осы үлгілі үрдіс тәуелсіздік кезеңінде де лайықты жалғасуда. Сондықтан әрбір судья және сот жүйесінің қызметкері ашық қоғам кілті әділ төрелікте принципін ұстанып, заң үстемдігін қамтамасыз ету мақсатында еңбек етуде. Ендеше кәсіби мереке ұжымды бір мақсатқа біріктіруге, бір мүдденің айналасына топтастыруға көмектесетінді ұмытпағанымыз жөн. Бүгінде Қазақстан соттарының төл мерекесі тек сот қызметкерлері үшін ғана емес, жалпы қоғам үшін де тарихи күнге айналып отыр.